Salafi ағымындамыз деп жүргендердің ең үлкен пірі қазір Мединеде Ділмұрат деген жігіт. Ол өзбек өзі. Үйінде діннің д әріпі жоқ. Әкесінің шешесінің жаназасы мен шығарғамын. Енді мәйіттердің арқасынан әңгіме айтпай қояйын. Үйінде дін жоқ адам, bütün қазақты тентек қылып атқан сол өзбек. Мені қазақтың ермелігі. Екіншісі Ринат деген татар. Bütün қазақтың басын айналдырып, лидер болып жүрген. Үшіншісі Душанбелік тәжік. Мені қазаққа кім басшылық қылып жатыр? Мені айтыңыздаршы. Олар өздерінше анау бидат, мынау бидат дейді. Бишаралар білім жоқ. Өлікке Құран оқылмайды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иқрау ясин ала маутикум деген хадисте қайға тастайды екен бұлар? Өліктеріңізге ясинді оқыңыздар деген хадисте қайға тастайды екен? Бұл біз неше жылдан бері осы Саудияға барып жүреміз, хажылыққа барамыз. Алла сақтасын. Оларда құрмет іззет деген нәрсе жоқ. Алхамдулилля, біз дінімізді жақсылап үйренейік, иншалла. Бәрі орнына келеді. Бірақ біреудің құлы болып қалмайық. Өзбек, тәжік, татардың құлы болып қалмайық. Олар біздің елді. Мен сол арабтардың бірімен ерегісіп қалдым сол жерде. Мен айтым, сендердің дұрыс мұсылман емессіңдер сендерді. Сөйтіп еді, мен сендерді аузыңа қарап сөйле деді. Қаяққа қарап сөйлесең, сендерден дұрыс адам емессіңдер сендерден. Неге деді? Біз кешегі 73 жыл орыстың қол астында жатқан халық едік. Дінінен, шариатынан айырылған халық едік. Егеменді ел болғаннан кейін, ойбай, бәріміздің еңсеміз көтер, мешіттеріміз ашылып, енді оған ұстаздық қылатын, имамдық қылатын адам болмағаннан кейін, сендердің жұрттарыңа жібердік. Өсердің бәрі пайғамбардың жұрты ғой, ансарлардың жұрты ғой деп, Құран шыққан жер ғой деп жібердік. Сендер бізге не қайтардыңдар сендер? Біздің келген балдарымыздың барлығын өзімізге дұшпан қылып қайтардыңдар ғой. Сендер мұсылмансыңдар ма дедім. Еврейлер бір жылда 9 триллион доллар ажыратады. 9 триллион. Христиандар 33 миллиард доллар ажыратады. Мұсылмандар бір-біріне дұшпан қылу үшін. Міне осындай соқыр манқұрттарды біздің ішімізге түсіріп қояды. Айтсаң сөз түсінбейді. Мен айтым, сендер дедім, Алланың дұшпанысына сендер дедім. Бишара жаңа қарап жылады. Сен үйтіп айтма деді. Біз көреміз деді. Мен айтым, несін көресің дедім. Кашасын шығарып бітірдің ғой Қазақстанның дедім. Біреу барады қолын бетіне жүрсе бұл кәпір. Құран оқыса кәпір. Ашыған тұқымнан шөже шықпайды. Арабстанға барасың ба, Меккеге барды, Замзамға басын тығып қоясың ба, ол ашыған тұқым. Одан шөже шықпайды. Біз өздігімізді білуіміз керек. Біз басшысыз емеспіз. Біздің басшыларымыз болған. Бабаларымыз болған. Ер жауынгер халық болғанбыз біз. Енді келіп татардың, өзбектің арқасынан шұбырып жүр екенді бәріміз енді. Бәлкім банкрот болып жатыр. Сигарет заводтар банкрот болып жатыр. Не қылды? Ана жалаң аяқ мақаулар шақырып алды. Сен тіке прямой жәннатқа баратын жолды көріштейін бе? Қолын көтересің, талтайып тұрасың, тіке кіріп кете бересің. Сондайларымыз жинап алды да Өзбекстанда дың жіберді. Олар мынандай қарияларға күн бермей қойды, мынандай қарияларға. Сен аруаққа сыйынасың, сен үйтесің, сен бүйтесің деді. Тіпті мешіттерде төбелес болды. Бұның ақыры 99 жылы Өзбекстанда үлкен жарылыс қалып барды. Міне енді қазір Өзбекстанда азан айтылмайды. Өзбекстанда азан айтылмайды. Мешіттерде азан айтылмайды Өзбекстан. Менің тұратын жерім Өзбекстанның Ташкенттің центріне 19 километр.
Mana mınanday mahaularning aparatın hareketi osıgan aparat. Kim jutadı sonda? Mınanday oturup olmaydı. Bunday oturup çok Özbekistan'da. Tepten endi oramal orap kelayotgan kızlarımızın başlarından oramal aldırtıp tastadı o bular şey. Mektepke barıp oramal orap takıp algan balda hiç kim tişpeytin edi. Ahırı bulardın arkasına mektepke oramal kiygenleri kirgizmey koydu. Ne fayda akevatır?